Менің жанарым сенде байқамарсың ба? Өзіңе құмар жүрегім бар. Білмеймін айта алмай кететін шығар. Бір күн ғана в даль смотрела, все свои души била свои слова. Какой снежный красивый. Сәлем достар, сіздермен бірге Ильяс. Сіздермен бірге Армат. Бәріңе сәлем, бұл мен Адина. Сүйкімді сторис дорамасындағы жаныңа жақын кейіпкер. Жаныма жақын Секош. Себебі ол әрдайым түсірілім алаңда көңіл күйді көтеруге тырысады. Олмен бір ойнаған мен үшін ләззат десек те болады. Жаныма жақын дегенде енді кейіпкер көп емес қой. Бірақ Секош ұнайды маған, көңілді жігіт, тапқыр жігіт. Дорамадағы маған Секош ұнайды, күшік ұнайды. Өз кейіпкеріңді үш сөзбен сипатта. Өз кейіпкерім өте тәрбиелі, сүйкімді, сонан кейін алдына қойған мақсаттарына жетпей қоймайды. Жұлдыз ерке, аңқау, қандай, әдемі. Марат біріншіден қызғұмар, екіншіден ол негізі ата-анасын айтқанымен жүреді, үшіншіден ол кішкене мақтаншақ. Махаббат деген сен үшін не? 8 әріп бір арман. Биік тас болған ешкім жете алмас. Жетеді тек шыдамдылар десең. Махаббат деген мен үшін екі жанның бірін-бірі түсінуі, бірін-бірін сезінуі, ешқандай да екі арада арам ойлар болмау, сенім, бір-бірін қолдау, және де бірге үлкен биік шыңдарды бағындыру. Махаббат мен үшін бәрі. Махаббат мен үшін өмір. Махаббат мен үшін әр күн. Өз кейіпкеріңнің қай қасиетін өзіңде көргің келеді? Көргім келетін қасиеті ол әрдайым бір көтеріңкі көңіл күйде жүреді. Өмірде негізі мен ондай емеспін, өте сондай сабырлы, әр нәрсеге бүйтіп ести бермеймін, жалтақтап ести бермеймін. Ал Ильястың бір жақсы жері сондай. Сенімен бірге әрдайым жүретін үш зат. Телефоннан басқа. Телефоннан басқа. Ондай өмір сүре алмайтындай менде заттар жоқ. Барға бар, жоққа жоқ, қанағат. Енді біріншіден ол телефон по-любому. Екіншіден мен күнде өзімен бірге рюкзак алып шығам. Рюкзаксыз мен шыға алмаймын далаға. Үшінші ол сол рюкзагның ішіндегі бүкіл заттар ғой. Қазіргі таңда енді бәрімізге керек гаджеттар, телефон керек. Екіншіден мен өз қаламда болсам, қазіргі таңда мен басқа қалада жұмыстармен. Машинам керек астымда, ол шаруам бітпейді. Үшіншіден морская вода дейді ма, от гайморит. Сол керек. Фобиям осыған дейін биіктіктен қорқатынмын. Сосын жыланнан қорқатын. Биіктіктен қорқпаймын, бірақ жыланнан қорқам әлі. Балалық шақтың фильмі. Біздер кішкентай болған кезде в основном енді кассет моды болды ол кезде. Ван Дамның, Джеки Чанның,
Сильвестр Сталлоненің кинолары. Ең жақсы көретін кином кішкентай кезімде Ван Дамның «Самоволка» деген киносы болды. Соны жақсы көретін. Фобия бар ма? Фобия. Фобия жәндіктерге бар. Жанынан қорқам. Фобиям көп бар, өте көп. Әр күнде 1000 рет қорқатын шығармын, күнде. Ең көп ол арахнофобия, биіктіктен де қорқам, көпшіліктен де қорқам. Андай үлкен концерттер болғанда мен ол жерге вообще кіре алмаймын. Өте көп. Балалық шақтың фильмі. Фильм? Немесе сериал. Ең сүйікті дарам. Ол әрине сүйкімді сторис. Рахмет.